Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Зарина. Мен бүгін құрамы өте оңай және тез дайын болатын печеньенің рецептіне бөлісемін. Керек ингредиенттердің барлығын описаниеде жазып қалдырамын. Олай болса, печенье дайындауға кірісейік. Ең алдымен ыдысымызға 1 жұмыртқа салып, 4 ас қасық қант және 1 шымшым тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін 6 ас қасық сұйық май қосамыз. Байқағандарыңыздай, мен ингредиенттердің барлығын қасықпен өлшедім. Өйткені таразды қолданғаннан гөрі маған осылай өте ыңғайлы. Одан кейін електен өткізілген 9 ас қасық ұнымызға 1 шай қасық қосытқыш қосып, бір қалыпқа келгенше жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр бізде осылай жұмсақ болып шығады, қолға жабыспайды. Ендігі кезекте пергамент қағазын алып, қолымызды сәл майлап, печеньенің формасын келтіреміз. Осы рецептпен менде 20 штук печенье шықты. Мен осылай бетін шаншығымен сәндедім. Енді дайын болған печеньемізді 180 градуста қызып тұрған пешке 15 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньеміз дайын болды. Мен әсемдік үшін бетіне қант ұнтағын септім. Бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Зарина, сау болыңыздар.